не облыс әкіміне қаладан келмесе облысқа барамыз деп ескертілді. Бірақ сіздерден ешқандай сіздің құзағынан ешқандай не болмады. Сіздерді жіберді, сіздер өздері айтсаңыздар. Біздер айттық қой, ертеңгіден санап. Біз Тұрыңыз қыздар. Жоқ, былай ғой, ертеңгейін күткенде ертең не болады? Менің, например, 3 метр ғана жерім бар. Енді балаларым каникулға шыққан. Сізге өзі қабылдап, ешқандай кәсібіңіз тоқтатып отқан жоқпыз. Енді босатыңыз деп айтты. Жоқ, данный момент ондай шара қабылдап. Босатыңыз деп айтты дегесін келіп отырмыз сіздер. бәрі жерді қоршайын депсіңіз ғой. Мен 3 панасы қоршаймыз деп біздің бөлім айтқан жоқ. Оны кім айтты? Құрылысшы айтты. Жоқ, құрылысшы айтты да. Сіз енді сол құрылысшыға объем ретінде беріп отырсыз ғой қазір. Сол құрылысшыға мына сезон ғой, сезонмен. Сол сезон біткенше құрттай мына сауда жасайтын адамдар келіп тұрсын деп бір меморандум бола ма, бір келісімшартқа отырсаңыз. Или хотя бы словесно, да? Жоқ, ішінде 40 кәсіпкер адам емес па не? Жоқ, қараңыз, сіз қала әкімшілігінің құқығындағы жер солай ғой. Жер қатынастарда ЖКХ-ның неге сіз басқа бересіңіз? Ішінде қараған кәсіпкерді онда басында неге саласыз деп жабатын болсаңыз? Бәріміз 19 неге теңізді жауып келген сояққа апарып қойдың да бәрі. Қойғанда сізге талап ешкім тиіспейді деп алып енді бар ғой. Осы сізге сол жерге саудаң жасасын, кәсібіңді жүргізсін деп қойғыздар. жоқ, кәсібімізді жасайық та енді осы августтың 30-ына дейін мүмкіндік беріңізші. сіздер дәл сол Ақботада тұруға Жоқ, августтың 30-на дейін мүмкіндік беріңізші. Біздер кредитте анау мынауымызды алып қойдық. Айрапа бұл кісі шешпейді ғой бәрі. Жоқ, енді шешсін да. Енді сен де шешем деп жіберді. Қазір мияқта жиналғанмен шықпайды. Ертең басшылардың барлығы Ертең қашан? Жоқ, сіз ғана халық дейін 8 сағат тұрды ғой Ақбота паркінде. Неге біреуіңіз келіп түсіндірме жұмысын жоқ, түсіндірме жұмысын неге жүргізбедіңіз? Әкімдіктің бір адамы неге келмеді? Сонда 50 отбасы далада қала ма? Өзіңіз білесіңіз, ішіндегі әлеуметтік осал топтағы бір жалғыз табыс көзі содан келіп отқан семьялар да бар ғой. Бұл де маусымдық жұмыс емес пе? Анау білмейді, кім біледі соны. Әлі ақша бөлінген жоқ дедіңіздер. Бізге сұрап тұрамыз, сезонның аяғына дейін тұрайық. Жоқ, бәлеуі бізге әкімнің өзі айтты. Августқа дейін тұрайық. Онда бекерден қайта бер, болды сөйлеспей қойыңызшы. қайта беріңіз дегенде апа мен толқы жоқ қазір. Мейлі тұра береміз, біздің аяқта Жоқ, енді жалпы бар ғой, бір шығатын жол бар ма осы кісілерге? Жолын айтып отырмын ғой апа. Күте тұрыңыз, сабырлықпен қарай тұрыңыз. Сөйтіп өтіп кетеді ғой деген ғой, уже 2 ай ғой Кипиш шығарғаннан Жоқ, они не кипишуют, они просто свое требуют. Бағана кісілер көп ана. Олар жұмыс жасағысы келеді. Қалай не істейміз? Қайда барамыз аяға? әлі шешкен жоқпыз. Онда неге жібересіздер сіздер? Неге? болды, боссыздар. Бәріміздің жүрегіміз ауырып тұр. Жоқ, бәлеуі басшыларды шақырыңыз. Біреу кетті скорыймен давлениесі көтеріп. Мен өзім ауырып лечение алып жүрмін, маған болмайды еще переживать етуге. Сол ғой, ешқайда қозғалмаймыз. Осы Жоқ, енді мәселе хорошо. Келмейді. Тұра тұрыңызшы. Онда сіз бар ғой, қазір айтып отырсыз, ертең таңертең ар күнде ешкім тимейді деп. Бізге деген жоқ, бізге деген сондықтан сізге гарантия керек та? Гарантия керек. Шақырыңызшы басшыны. Жаңа объемды ұтып алған кәсіпкерді шақырыңыз. Бұл жерде соның барлығын түсіндірек, кабинетте береміз. Түсіндірек те кетейік. Сіздің басыңыздан Тиктогыңыз, Facebook, мынау дені. Сіздер бағанадан бері дым шешкен жоқсыз. Целый 8 сағат тұрды ғой халық аяқ үстінде. Неге келіп тұрмыз? Бензин қойып ішімізге өртейік па мына жерде? Не шешім? Басқа Бір шешім берсеңіздерші. соны жасаймын енді мен. Біз де тыныш ұйықтайық. Жоқ, сіздер бар ғой, сіздерге айтарымыз. бензинің бар ма? Қайта беріңіз. Үйге барып демалыңыздар, таңертең жұмыс сіздерге. Қой жаман Біз тұра береміз таңертең. Біз альтернативді вариант керек. Енді күндіз келген жоқ қой. Күндіз күттік қой. Ақтау қаласы. Ақтау қаласында болған жағдай. Кәсіпкерлерді қысымға алып жатыр. Босағасқан жерде қалай қай жер? Осы болмай Нормальный жердің бәрін акиматтың өзі алып алған ғой. Бәрі нормальный жердің акиматтың іші отқан қызметкерлерінің бәрі, сұрақтасам бәрі акиматтың қызметкерлерінің жерлері бәрі алып алғандар. Қайым халыққа қаяқтың жерін неге бермейсің сендер? Беріңдер давай. Иә, тиын тауып
Bir орын берілсін. Бәрі жерді деген акиматтың бәрін алып алған екі кісі сұрақтап шықтым бәрі сүмішкіденіп. Именно халықтың арасында орын беріңіз, пожалуйста. Либо біздің затымыздың орнын қойып берсін ақшасын. Ұрыспайтшы, пожалуйста. Бұлар шеше алмай, ой алып. Дәурен мырза, Қайта беріңіз. Қарым қожа, мен кімге? Гүлнұрға соғып едім. Дәурен, сендер менің жағдайымды білесіңдер, иә? Менің бергендеріңізге 10 күн болды, бәрі жағдайым. Менің бергендеріңізге 10 күн болды, мен қарайған вложение жасап отырмын, білесіздер ме ана жерге де қаншама вложение. Сонда мені издевать етіп тұрсыздар ма? Мен үйде мәжбүрлеп ешкім ол жерге қойған жоқ. Өзіңіз тұрамыз дедіңіз. енді солай болып қалды ма? Апа, өзіңіз дәл солай айттыңыз ғой. Жоқ, тоқтаңыз, енді сіз не үшін бересіз сізге де реконструкция жаңарту жұмысы жасалатын болса? Неге бересіңіз сіз? 10 күннен кейін қарайған ақшасын салды ғой. Реконструкция жұмыстары бізге сентябрьде деп айтты ғой. Енді вот сіздер сол сентябрь деп айтса енді неге? Біз құрылыс бөлімі емес. Сентябрьге дейін. Вот сентябрь деп Әкімдік қой барлығын шешеді. айтып тұр, 5-ші күнге дейін босатыңдар деп. Ақылдасайық, барлығымызда берілген. Ақылдасатын адамдарыңды жіберіңдер. Сен ертең айтасың ғой, біз емес деп. Өзі де айтып тұр ғой. Жоқ, шешпейді ғой енді, бір енді акиматтың, бұл енді әкімдіктің өкілі болып келіп тұр ғой. Білем, көрдім, бәрін көрдік. Бірақ әкімдіктің өкілі есемде келіп тұр да. Жоқ, сентябрьге дейін айтады. Бірақ ағынақ алаты бүгін ешкімді ескертпей алып кетті. сентябрьге дейін көрдім, мерет тойдан шығарып кетті бана соны. Августта сендікі де айтты одан. Өзі соқсаңызшы. Алмайды. Августте бастайды деген бір құжат бар ма? Біздің қолымызға беріңізші. Жоқ, енді августтың біріне дейін тоқтатса болады ғой. 7 жылдан бері бермейді ғой. Августтың 30-нан 30-на дейін Айналасын қоршап сөзге будкалар түсетін жалған адамдар бар екен. Бізге келіп айтпайды, мынандай жерден андай болайын деп жатыр, тұрасыңдар ма деп. Сабырлық ұсталамаймыз біз. Қараңыз, внимательно. Ертең басшылардың барлығы шығады. Бүгін келмеген машинадан Күте келмейді. тұрмызшы. Бүгін неге келмеді? Бүгін неге келмеді? Неге келмеді? Іште Бүгін неге келмеді? Бүгін неге келмеді? Қыздар, кім қай басшы келеді ал айтыңызшы, кім қай басшылар келеді? Қай салған адам? Сағат 6-да жабылды. 5-тегі, ана 4-тегі акиматта сағат 7-де жабылған шығар. Сонда жабылғаннан кейін келу керек қой. соны айтам, түкірсе түкіргі жететін жерге жете алмай отыр. Неге? Қазір мына жерде Бүкіл облысты, бүкіл Ақтауды басқару оңай емес. әкімшілік қандай уақытта болса да келу міндетті. Қазір халық үшін келу керек. Халық қой ашуланып тұрған. Или августқа дейін сіз кәсіпкерді Ертең біздер басшылармен барлығымыз ақылдасамыз, бір шешімге келеміз. Біздер поспешный вывод жасай алмаймыз дәл қазір. Басшылар да істемейді, барлығы ақылдасу керек. Ешқандай ақыл жеткендері ақша аударылып болды. Енді біздер мекемеге осы. Сендерге бізге 2029-ға дейін деді біз ойладық. Әлі Өтіргеміз. Қазір просто айта алмайды. Не қате сіздерден болды. Қағаз дайын болды, бізге берілмей қалды. А бірақ облыс сендерге приказ берілді. Бәрі жұмыстан онда. Келсін қазір мына жерге. Беріліп уже. Мен даже жан соғатын жаққа соқтым. Олардың да сендерге ешқандай орын жоқ деді. Құрылыс басталады. Уже пятница мен құрылыс басталса керек деді. Заттарыңды жаймен жинай беріңдер деп акиматтың ішіндегі адам өзі айтып отыр. Значит, уже ескерту берді ма сонда қалай? Жоқ, просто өзі Ескерту берген жоқ. Негізі ескертуді ескерту берілмейді. Себебі ешкімнің де ол жақта тұратын разрешение болса, черный браузер. Кімде меруертке береді. Қалған адамға бере енді алмайды. маған берген Жоқ, енді онда разрешение болмаса қалай олайын тұр сонда заңсыз ба тұрғандарыңыз? Иә, заңсыз. Ой, сіз заңсыз тұрсаңыз енді сонда не затталып тұрсыз, мен соны түсінбей тұрмын. Тұра берейік, заңсыз тұруға. Мен тұра беремін да деді. Жоқ, біз кезінде заңмен тұрдық қой. Сосын жаңағы медигер компаниялар ауысты да осы 23-тен бері ешкім алмай тұр. Жаңағы полын алғанда полын ақботаны алып, полный салына суына қарау керек. Кезінде меморандуммен алынды ақботада. Біз төлеп тұрдық как положено. Меморандум нешінші жылға, қай жылға дейін берді? 23 па 22-ге дейін ба қателеспесем сол жылы. Содан кейін тоқтап қалды болды. Содан кейін ешкім несінде болған жоқ, құзыретінде. Ол әкімшіліктің балансында болды, ЖКХ-ның балансында болды ол зат.
ал соған Біз төлейміз десек те, қақа төлейміз. Оны акиматқа төлей алмайды екенбіз, рұқсат жоқ. Бір мекеме алу керек екен. Ешкім постоянно ұсыныс тастады, Инстаграмға салды. Онда ешкім кәсіпкерлер алмағаннан кейін біз қайда төлейміз оны? Біз өзімізге берілмеді. Өзімізге берілмейді. Бізге берілмеді. Біз бардық, например, біреуміз алайық. Ортамыздан біреу алайық. Бір кәсіпкер болып несек. Сендер счеттарында ақша болу керек, нача миллион 40 миллион ақша болу керек счеттарында деді. Счеттарында ақша. Бізде қандай счет? Енді кеше алайын деп жүрген адамдардың счетында 40 миллион бар ма? Білмеймін. не болса қарапайым халық сорлап қалып тұр ғой вложение Сол салған. ғой. Біз енді кезінде төлеп көрдік қой. Нелегально тұратын болса қақ маңдайында тұр ғой. Күніге жауып тастай бермей ма, например? Осы уақытқа милиция шақырып жаппай ма мысалы да? Біздерде ай сайын жыл сайын келеді. ЖКХ-да келеді. Әр қалада өзіне соответствующий ойын алаң Ал болу керек. акиматта кәсіпкер бөлімі ауыса береді, аким ауыса береді, зам аким ауысты, областной аким ауысты. Енді Администрация города сіздерге альтернативный ал ойын адамдар біз ұсыну керек. қарапайым халық кәсіпкерлік қыла береміз бір орында. Біреуінде емес 3-4 парктан бар. Надо будет. Ол 35-тен 36-тан істейді. Кім барады? Мен бармаймын. Тегінде мына Ақботаға бар. Ол да қандай жер, қандай жер соғыс болмады. Жаңа машина соғыс болмады, не болады? Сол жерге деп көніп отырмыз ғой, қанша кәсіпкер болсақ та.